Сәлеметсіздер ме? Менің құрметті достар, бүгін мен көріп келеді C2, казахша C2. И должен сказать честно, больно тяжело, да, вот как вам сказать, я сейчас зайду в тексты, в очень сложные тексты, но перед тем, как начать тексты, нужно подготовиться в плане постройки предложений. Например, вот здесь вот, да, вот, Богенбыс, вот это я не буду переводить, Богенбыс, жиналып отырмыз, Богенбыс, жалпы жиналысқа, Богенбыс, өндірістік кеңеске, Богенбыс, акционерлердің кезекті жиналысына. Бүгінгі күн тәртібінде үш мәселе қаралады. Бірінші мәселе бойынша баяндама жасайды. Сұрақ қоямын деушілер бар ма? И потом заходим. То есть сложный текст. Потом я возвращаюсь назад, например, на уровень B1. Вот это у нас, C1, да, я сказал C1, C1. Заходим на тексты. Это все в программе Suile.kz. Программа легко доступна для любого человека, живущего в любой части этой планеты. Что-то долго так загружается. Вот. Сперва подготовка и потом текст. И что классно, вот такие тексты, когда заучишь, уже лучше понимаешь, когда слушаешь новости по Хабар 24. Потому что ты уже слышишь знакомые слова, которые ты уже часто повторяешь, как бы. Вот, диалог, вот. Жанар Жағармай нарығын турақтан дыруға қатысты мәжіліс өтті. Вот, құрметті әріптестер, бүгінгі алқа мәжілісінде біз ішкі нарықта мұнай өнімдерін сату және жеткізу, сонымен қатар аталған нарықтағы жағдайды турақтандыру мәселелерін қарайтын боламыз. Бүгінгі басқосуға Жанар Жағармайдың негізгі өнім берушілері деп шақырылып отыр. Несколько раз проходишь текст, несколько раз. И потом уже можно вернуться, допустим, на другой уровень. Вот, допустим, вот B1, да. И опять повторяешь. Пройдено. Опять слова, предметы. Кім, оқушы, жазушы, құрылысшы, аудармашы, оқытушы, сатушы, жүргізуші, тәрбиеші, мұнайшы, суретші, тергеуші, бағдарламашы, китапханашы, стикерші, не бұйрық, стикерші, вообще обожаю это слово, стикерші. Не бұйрық, курстық жұмыс тарау, кіріспей пайдаланылған әдебиет, есеп, ыдыс-аяқ, нәтиже жетістік, бағдарлама, сөз мағынасы, НТА-класс. Вот тоже люблю это слово, НТА-класс. Вот так вот. В моей жизни вот это постоянно НТА-класс. Так что, ребята, казахша үйрену мүмкін. Вот как-то так. Сау болыңыздар.